Қайырлы күн, сіздермен бірге Айбек Имашев және біз сапа басқаруының видео курсының келесі дәрісіне көшуге рұқсат етіңіздер. Сапаның басқару жүйесінің даму тарихы. Бірінші кезең басқарудың жүйелік тәсілінің бастапқы міндеттеріне сәйкес келеді. Бірінші жүйе пайда болған кезде Тейлор жүйесі 1905 жылы. Ұйымдастырушылық тұрғыдан алғанда бұл мамандар мен инженерлердің техникалық және өндірістік нормаларды белгілеуін талап етті. Ал жұмысшылар оларды орындауға міндетті. Бұл жүйе төзімділік өрістері түрінде өнімдердің бөлшектердің сапасына қойылатын талаптарды белгіледі және төзімділіктің жоғарғы және төменгі шектеріне өту және өтпейтін қабілеттілерге реттелген белгілі бір үлгілерді енгізді. Тейлор жүйесінің сәтті жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сапа саласындағы алғашқы мамандар, инспекторлар енгізілді. Мотивация жүйесі ақаулар мен неке үшін айыппұлдарлардың сандық және жұмыстан босатуды қарастыруды. Оқыту жүйесі кәсіби оқытуға және өлшеу және бақылау жабдықтарымен жұмыс істеуге үйретілді. Жеткізушілермен және тұтынушылармен өзара қарым-қатынас техникалық шарттарды белгіленген талаптар негізінде құрылды. Олардың орындалуы, қабылдауы, бақылау кезінде тексерілді. Тейлор жүйесінің жоғарыда аталған ерекшеліктерінің оны әрі өзімен сапасын басқару жүйесіне айналдырылды. Екінші кезең. Тейлор жүйесі әр нақты өнімнің бөлік құрастыру бөлімін сапасын басқарудың керемет механизмін берді. Алайда өнімдер өндірістік процестерді жүзеге асырудың нәтижесі болып табылады және көп ұзамай процестерді басқару керек екені белгілі болды. 1924 жылы Bell Telephone Laboratories, қазіргі IATT корпорациясы сапаны статистикалық басқарудың негізінде қалаған Эрл Джонстың басшылығымен топ құрылды. Бұл Шухар жасаған бақылау карталарының дамуы, Джордж және Роминг әзірлеу сапаны бақылаудың алғашқы түсініктері мен кестелері, сапаны басқарудың статистикалық әдістерінің бастауы болды. Олар кейіннен Демингтің арқасында Жапонияда өте кең таралды және осы елдегі экономикалық төңкерісте айтарлықтай әсер етті. Деминг тапсырмалар және жұмыс нәтижелерін бағалаудың алып тастау идеясын алға тартады. Өйткені оның пікірінше олар қорқыныш атмосферасын жасайды. Ұзақ мерзімді тапсырмалар елемей жұмысқа қысқа мерзімді үлес қосуға ықпал етуді және командаларындағы жұмысты бұзады. Демингтің көзқарасы сүйене отырып және оны дамыта отырып, Джуран сапа терминін тұтынушыға талаптарына сәйкестік рухында енгізді. Негізінде тұтынушылардың талаптарына бағытталған, ол сәйкестіктердің созылмалы салаларды үшін менеджменттің жауапкершілігін көрсетті және сапаны бақылаудың статистикалық әдістеріне сапа мәселелерін шешудің жүйелі әдістемелерімен толықтырды. Бұл қосымша Демингтің бірінші және екінші сапасын артырудың белгілі 14 қағидасы және Джуран бойынша сапаның артырудың 10 кезеңіне келтірілген. Үшінші кезең 1953 жылдары сапаны жаппай жалпыға ортақ бақылау Total Quality Control тұжырымдамасы ұсынылды. Оның авторы американдық ғалым Фейгенбау. Ол 1957 жылы сапаны кешенді басқару мақаласын жарияды. TQS-тің негізгі міндеттері жобалау кезінде өнімдердегі ықтимал сәйкестіктердің болжамды жою, жеткізудің өнімнің компоненттер мен материалдардың сапасын тексеру, сондай-ақ өндірісті басқару, сервистік қызмет көрсету, қызметтің дамыту және белгіленген сапа талаптардың сәйкестікті бақылау жатады.
Фейгенбау сәйкестіктердің себептерін зерттеу мәселелерін назар аударуға шақырады және бірінші болып сапа шығындарын есепке алу жүйесін маңыздылығына атап өтті. Сапаға көптеген факторлар әсер ететіндігін, бұл тәсілдің идеясы олардың негізделерін бөліп көрсету болып табылады. Сонымен қатар, олардың біреуіне әсер ету, басқалардың реакциясын болжау үшін факторлардың өзара байланысының да ескеру қажет. Сапаны бақылау және басқалардың күрделілігін қамтамасыз ету үшін өндірістік барлық кезеңдерінің сапа мәселелерін шешуге қатысатын бөлімдердің нақты байланысын ескеру қажет. Мысалы, тұтынушылардың шығымдардың қарау үшін алдын ала орындаушылар осы талаптарды қарау және қанағаттандыру тәртібі мен мерзімдеріне белгіленуі керек. Назарларыңызға рахмет. Сізден бірге Айбек Имашев.